Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз топ 8 мықты өлеңдер істейтін боламыз. Енді төрт ағылшынша өлең, 4 орысша өлең. Кеттік. Бірінші орында орысшадан бұл фиха. Фиха деген міне оны бірінші орынға қойдым. Өзіме қатты ұнады. Фиха деп жазайық. Фиха. Міне тыңдап көріңіздер. Осы өлең маған қатты ұнайды. Жарайды достар, енді кеттік. Екінші немізге кеттік. Екінші өлеңде маған қатты ұнайтын бұл Мулая. Қазір ол ағылшынша өлең негізі. Міне Мулая. Басламасақ. Тыңдаңыздар міне. Аквам. Охуяны деп қойық. Достар, енді кеттік. Үшінші өлеңіміз бұл ағылшынша тоже. Ла Калин. Так, осы. Ал достар, міне каналға лайк басып подписаться етейік. Ла Калин. Міне. Мына өлең білетін шығарсыздар сіздер. Ла Калин. Тыңдап көріңіздер. Міне өткізіп жіберейін. Естіріп көрші. Ал енді төртінші соңғы ағылшынша өлеңге келік. Ал төртінші соңғы өлеңде так. Dream it possible деген ойын. Dream. Так. It. Енді так. Possible. Осы өлең не де болады? Huawei телефондар бар емес па? Сода болады, короче. Міне осы ойын. Осы өлең. Міне. Міне осы өлең достар не де болады? Не, любой Huawei телефон болады. Короче, ал бізде бірінші орындағы орысша өлеңдерді тыңдайтын боламыз. Енді бұл бірінші орында Дикий яд. Міне, Дикий яд. Бір басын тыңдап көріңіздер. Міне. Енді келесі өлеңімізге кеттік. Екінші өлеңіміз Дикая львица. Дикая львица. Міне. Екінші орындадыр орысша өлеңдерден. Енді өзім тыңдап тұрмын достар. Каналға лайк басып подписаться етейік. Міне. Тыңдап көріңіздер. Достар, 50 достар, осы каналды 50 подписчикеден жинапсақ, сол кезде жақсы олар. 50 подписчик жарайды ғой. 50 подписчикеден жинапсақ. Енді келесі өлең бұл Деспасито. Әдейі мен бұны 3-ші орынға қойдым. Деспасито. Міне осы. Деспасито. 4-ші орында тұр. 3-ші орында. Кеттік. Ал енді соңғы 4-ші орындағы орысша өлең бұл Бадабум. Бадабум. Бүкіл осы өлеңді бүкіл білетін шығар. Міне тренировкаға арналған музыка ғой, короче. Өткізіп жіберейін.
трапа, добро пожаловать в дом, лапу давай разгоним. Днем крабы бетонный в унисон, трап по районе спит, но курит и не говори. Никого ты не буди, ведь на районе что перелеты, клипы. Достар, осы өлеңдерден ең қатты ұнағаны бұл не Фиха деген бағана тыңдадыңыздар. Міне бірінші өлең, бірінші орынға қойдым Фихаға деп. Міне осы өлең маған қатты ұнайтыны осы өлең. Міне Аминге орысшада Дикая львицаға екінші орында тұр. Мен жақсы көретін нелеріне музыкаларының. Міне ал енді достар, каналға лайк басып подписаться етейік достар. Ал кеттік. Ал достар, осы видеоға бір кішкене бір 7 лайк жинайық. Ал кеттік. Ал достар, сау болыңыздар.